Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге бейнеролик соңында тақырыпқа сәйкес әрі НКТ-да кездесетін тест сұрақтары беріледі. Таксономия термині грекше тексис орналасу, құрылыс, тәртіп, номыс, сан деген мағынаны береді. Таксономия өсу реттілігі бойынша, яғни иерархия бойынша құрастыру мақсатында берілген нысандарды нақты бір өлшемдер мен қағидалар бойынша жіктеу. Білу, таным мен ойлаудың төмен деңгейі. Білу, мәліметтерді қайталау, есте қалай сақталғанын тексеруге бағытталады. Мағлұматтар мен деректерді еске түсіреді. Етістіктері атаңыз, есте сақтаңыз, еске түсіріңіз. Білу категориясында оқушылар ережелерді, теорияларды, формулаларды еске түсіреді, жазады, атап көрсетеді, жатқа айтады. Анықтамалар мен атауларды қайталайды, олардың қолдану тәртібін айтады. Мысалы, қазақ тілінде зат есім деген не, етістік деген не сұрақтар аталған категорияға сәйкес. Түсіну, таным мен ойлаудың орта деңгейі. Оқу материалын түсінген ретінде келесідей әрекеттерді атқаруды атауға болады. Трансляция, интерпретация. Трансляция бір тілден екінші тілге аударуды айтады. Мысалы, сөзбен келтірілген мәліметті кесте схемамен көрсету. Интерпретация – оқу материалын өз сөзімен түсіндіру, қысқаша баяндау, өз түсінігін айту. Етістіктері талқылаңыз, хабарлаңыз, мазмұндаңыз, анықтаңыз, өз сөзіңізбен түсіндіріңіз. Қолдану, таным мен ойлаудың орта деңгейі. Алған білімді практикада қолдану. Қолдану деңгейі түсіну деңгейіне қарағанда күрделі. Етістіктері есептеңіз, зерттеңіз, эксперимент жүргізіңіз, жоспарлаңыз, график арқылы көрсетіңіз. Мысалы, оқушыларда метафора мен теңеу туралы түсінік бар. Олардың айырмашылығы да белгілі. Енді олар Абайдың қыс өлеңінде метафора мен теңеу қандай бейнелерді құрастыратындығын айтып беруі керек. Талдау, таным мен ойлаудың жоғары деңгейі. Бүтінді бөлшектерге бөлу, олардың арасындағы байланыстарды анықтау, яғни анализ. Етістіктері салыстырыңыз, талдаңыз, ажыратыңыз, топтастырыңыз. Мысалы, теореманың екі бөлігін салыстырыңыз, ер туған жеріне, ит тойған жеріне деген мақалды қалай түсінесіз? Жинақтау, таным мен ойлаудың жоғары деңгейі. Бөлшектерді біріктіру, жүйелеу, бөлшектерден бүтінді құрастыру, яғни синтез. Етістіктері жинақтаңыз, жасаңыз, жүйелестіріңіз. Қарапайым мысал, эссе, өлең, шығарма жазу. Бағалау, таным мен ойлаудың жоғары деңгейі. Мәселе бойынша өзіндік пікір келтіру, сындарлы көзқарасын білдіру. Етістіктері негіздеңіз, бағалаңыз, дәлелдеңіз.